Ақсақ Темір жаулап алған елдердің халқын қырып, қалаларын қиратып, мал-мүлкін талан-таражға салғанымен, сол елдердің ғұламаларын, өнерпаз ұсталарын өзінің астанасы Самарқандқа келіп, осы қаланы безендіргені белгілі. Самарқандтың Темірдің тұсында, шынында да көрікті қала болғаны осы күнде де танылады. Күндерде бір күн Темір кітапханасына келіп отырып, бас ғұламасын шақыртыпты. «Қарт, тыңда», деп бастайды сөзін. «Менің де өлер шағым таяу, оны өзім сезіп жүрмін. Ажал жеткен күні жаным тыныштық табар. Бірақ мына кітапхананың тағдыры маған үлкен уайым болып, маза бермей жүр. Мына асыл кітаптарды қандай қиындықпен жинағанымды білесің. Дүние жаралғаннан бергі адамзат ақылының ең қадірлі, ең жақсы, ең қымбатты туындыларын өз сарайыма жинау үшін қаншама күш-қайрат жұмсадым. Тірегіме жеттім. Бірақ жолына жанымды қиып жинаған байлығым кітапханам мен өлгеннен кейін тозаңға айналама деп қорқамын. Егер менімен жауласатын жауымның мен өлгеннен кейін кітапханамды сақтайтынына көзім жетсе, бар байлығымды қиналмай-ақ, қарсыласпай-ақ соған берер едім». Темір ең сенімді деген адамдарын шақыртады. Оларды түн ішінде тауға алып барып, бір қуыстан үңгір қаздырады. Сөйтіп, 9 түн дегенде бір үлкен үңгір дайын болады. Кітапханадағы кітаптарды соған 27 күнде тасып болады. Үңгірдің аузын таспен бітеп, үстін топырақпен көмеді. Темір сол топырақтың үстіне етпетінен жатып ұзақ жылағаннан кейін түрегеліп, «Дүнияда жауыздық пен надандық жойылғанша жер астында жатыңдар, кісі көзіне түспеңдер» деп қоштасады. Темірдің қабірі Самарқандтың қақ ортасында. Ай толған түндерде ол қабірінен шығып, ұйықтап жатқан еліне: «Дүнияда жауыздық жойылып болды ма? Адамзат арасында адалдық, әділдік орнады ма? Адамдардың бір-біріне туыс болар күні туды ма? Жасырған қазынамды халыққа қайтаратын уақыт жетті ме?» деп айғайлайды екен. Сонда жан-жақтан: «Жоқ, жер жүзінде жауыздық әлі баяғыдай, бәрі де надандықтың құшағында» деген жауап естіген соң, Темір ашуланып, жерді бір теуіп көріне қайта барып жатады екен. Жер сол Темірдің тепкенінен сілкінеді екен дейді.